Қабірден тірі шыққан қыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Әрине, бұл видеоның атының өзі адамды шокқа салады. Қандай қылып адамзат өлгеннен соң қабірден тірі шығуы мүмкін деп сұрақ беруіңіз мүмкін. Бірақ бұл оқиға сізді бейжай қалдырмайтыны сөзсіз. Болып өткен оқиғалар қаншалық ақиқатқа жақын, бізге ол жағы қараңғы. Бірақ 5 уақыт намазын қалдырмай оқитын қызбен болған бұл жағдай сізді бейжай қалдырмайтыны анық. Видеоның астына бір ғана лайк түймесін басып, бұл қыздың қабірден қандай тірі шыққанын білгіңіз келсе, әрине видеоны ақырына дейін көріңіз. Болмаса, видеомызды бастадық. Видео астына бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Подписаться және лайк. Бұл сіздердің біздерге беретін ең үлкен жәрдеміңіз. Аудандардың бірінде әдемі, сұлу, есі дұрыс, 5 уақыт намазын қалдырмай оқитын бір қыз бар еді. Ол қыз өте әдепті еді. Бір күн ол қыз плиткаға су қойып жатқан кезде тоқтың ашық жерін байқамастан су қолымен ұстап алады. Ток өте көп және күшті болғандықтан қызды ток ұрып атып жібереді. Өкінішке орай қыздың үйінде ешкім болмайды. Анасы базарға қазір ғана кеткен болады, ал әкесі болса Россияға жұмыс істеуге кеткен. Осы жағдайда қыз біраз уақыт қалып кетеді. Ол осылайша өліп қалады. Анасы базардан келіп, қызын көріп, өте қатты жылайды. Көршілер шығады, дәрігерлер келеді. Қысқаша айтқанда, қызды өлді деп, оны көмуге дайындала бастайды. Әкесі келгенше күтпей, оны қабірге қоймақшы болады. Ол қыздың ең жақын жорасы болып, қыздың аты Гүлбибі. Қыздың аты болса Нәрбибі болады. Қысқаша айтқанда, жорасының өлгенін естіген Гүлбибі жорасының үйіне келеді. Ол жорасы Нәрбибі жатқан үйге кіріп, оның денесін құшақтап жылайды. Сенбеймін, Нәрбибі, саған не болды? Кеше ғана екеуміз бірге көше айналған едік қой, деп жорасы бақырып өте қатты жылайды. Тұр, Нәрбибі, тұр деп. Гүлбибі жылап жатқан кезде оның шашын біреу тартқандай болады. Ол шошып арқасына қараса ешкім жоқ. Гүлбибінің анасы менен тәтесі бөлменің арғы жағында жылап отыр еді. Нәрбибі бұл жағдайға онша мән бермеді. Қысқасын айтқанда, оны қабірге қойып келді. Ертеңіне әкесі Россиядан келіп жанжал қылды. Неге мені күтпедіңдер? Еш болмағанда қызымның жансыз болса да денесін көретін едім. 1,5 жылдан бері Гүлбибімді көрмеген едім ғой. Жалғызым, неге мені тастап кеттің? Айт, жалғызым, деп әкесі жылай бастады. 2 күннен кейін Нәрбибінің түсіне жорасы кіріп, оған: «Жора, мені алып кетіңдер, мен тірімін. Мен бұл жерден алып кетіңдер. Әкеме айт, әкем де келсін, мен тірімін. Бұл жерден мені алып кетіңдер», деп кіріпті. Нәрбибі көрген түсін анасына айтыпты. Нәрбибінің анасы болса, «Қызым жорасының өлімінен қатты ойланыпты. Мен оны оқытып жіберуім керек», деп бір оқитын әйелге оқытыпты. Бірақ Гүлбибі және Нәрбибінің түсіне кіріп: «Нәрбибі, мен тірімін, сен маған, мен тірімін», депті. Нәрбибі болса анасына: «Ана,
Менің жорам тірі, ол мені алып кет деп жатыр. Ол тірі, деп жылады. Нәрбибінің анасы енді қызын имамға оқытуға шешім қабылдапты. Барып, болған жағдайдың бәрін айтып берді. Имам болса, көрген түсіңіз туыры болады. Қыздың ата-анасына айтып, қабірді ашу керек дейді. Қысқасы, қызының қабірін ашуға ата-анасы разы болады. Қабір ашылады. Ол жерде Гүлбибінің әкесі, анасы, Нәрбибі жорасы және қабір қазушы болады. Қабірді ашып, не көзбен көрсе, қабірде Гүлбибі жоқ. Қабірге кіруге барлығы қорқатын еді. Бірақ қыздың анасы қызым тірі екен, неге мен қабірге түсуден қорқамын деп, қабір қазушымен бірге қабірге түседі. Қараса, қабірдің шетінде жалғыз ғана қызы, аппақ қана киімде ұйықтап жатады. Қызды көрген анасы оны барып құшақтап алады. Қызым, Гүлбибім, тірісің ба, жалғызым, көзіңді аш деп құшақтап анасы жылайды. Алла құдіретіңнен өлген Гүлбибі көзін ашады. Анажан, мен тірімін, қараң Анажан, деп Гүлбибі анасын құшақтап жылайды. Олар қабірден шығады. Гүлбибінің әкесі де болған жағдайға сенгісі келмейді. Өзіңе шүкір, Құдайым деп барлығы сылқмармен құшақтасады. Олар үйге келіп, Гүлбибі жорасымен сөйлеседі. Гүлбибі, жалғызым, қабірде қорықпадың ба? Мені кешір. Бірінші күн түсіме кірген кезіңде алдыңа бара алмадым. Мені кешір. Қиналғаның үшін, деп жылап жібереді. Сонда Гүлбибі, жылама Нәрбибі, мен қорықпадым. Қабірімді аппақ көбелек келіп жарытып тұрды. Мен қорықпадым. Оның үстіне қарным да ашпады, деп жорасын жұбатты. Қысқасы, Гүлбибі ток ұрғаннан өліп қабірге қойылған еді. Көбінше ток ұрған адамдар өлі сияқты болып, олар қабірге қойылғаннан соң қабір ішінде тіріледі екен. Бірақ олардың көбісі қабірден шыға алмай қайтадан өліп қалады. Бірақ Гүлбибі ақылды, әдепті болғаны үшін, 5 уақыт намазын қалдырмай оқығаны үшін Құдай оны және жарық әлемге қайтарыпты. Қап-қараңғы қабіріне кішкентай ғана көбелек жіберіпті. Қабірін жап-жарық қып қойыпты. Гүлбибінің қолдары азырақ шіленген екен. Өйткені ол қабірден шығу үшін қабірді тырналаған екен. Осы жағдайдан соң Гүлбибі үйден шықпай 40 күн шілде ұстады. Қысқа қылып айтқанда, достар, бір күн келіп, барлығымыз бұл дүниеден өтеміз. Сол үшін, өзіміз үшін, ақыретіміз үшін көбірек сауапты істер қылайық.